Сәлеметсіңдер ме балалар? Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз сенбі күні сабақ аз. Сабақтың мақсаты: суретті жоспар және тірек сөздер, сұрақтар негізінде шағын мәтінді мазмұндау. Сюжетті сурет негізінде сөйлеу. Жаңа сөздер: новые слова. Бүгін — сегодня, ертең — завтра, сенбі — суббота, жексенбі — воскресенье, хайуанаттар бағы, зоопарк, тау, горы, көп, много, аз, мало. Келесі тапсырма: оқылым, мәтінді түсініп оқы, сұрақтарға жауап бер. Следующее задание: прочитай текст, ответь на вопросы. Бүгін сенбі, ертең жексенбі. Әлібек саябаққа барады. Анель ата-анасымен хайуанаттар бағына барады. Анна тауға шығады. Саша достарымен ойнайды. Келесі тапсырма: следующее задание: әр қатардағы артық сөзді тауып, неге артық екенін түсіндір. Найди лишнее слово. Келесі тапсырма: қажетті сөзді орнына қойып, сөйлемді толықтырып жаз. Следующее задание: вместо многоточия вставь нужное слово.